Жан тәрбиесі. Бастап кезде жөпшеңді білінбейтін баланың жан тұрмысы бала өскен сайын бірте-бірте біліне бастайды. Сондықтан баланың дене тәрбиесі мен жан тәрбиесін қатар алып бару керек. Қатар алып бару емес, бала өскен сайын тәрбиеші күшінің көбі баланың жан тәрбиесін жұмсай беруге міндетті. Тегінде бері оқу керек. Адамның қымбат нәрсесі де, жұмбақ нәрсесі де сол жан. Қиын тәрбие тілейтін де сол жан. Жанды дұрыс тәрбие қылу үшін жанның жайын баяндайтын ғылыммен таныс болу керек. Психология. Психология ескі пән. Бұл пәнді пән етіп шығарушы Иса пайғамбардан бұрын болған грек ұлтынан шыққан Александр Македонский Искендер Зұлхарнайым патшаның тәрбиешісі Аристотель данышпан. Психология деген сөз грекше екі сөзден құралған. Психе – жан, логос – сөз деген мағынада. Яғни жан туралы сөз, жан туралы пән деген сөз болып шығады. Жанды ешкім көрмесе де жанның барлығында дау жоқ. Бірақ сол жан деген не нәрсе? Жанның не нәрсе екендігі туралы үш пікір бар. Үш түрлі философия пікіріне негізделеді. Біріншісі, жан деген бөлек, өз алдына бір нәрсе дейді. Бұл баяғыдан бері келе жатқан пікір. Қазақтың жан шыбын сияқты бір зат, өлгенде ауыздан шығып кетеді, ұйықтағанда мұрнынан шығып, серуендеп жүреді, мыс деген ертегісі осы пікірдің бір сәулесі. Бұл жан денеден тіпті бөлек, өз алдына қандай да болса бір зат деген пікір спиритуализм немесе идеализм деп аталады. Екінші пікір жан дене іскерлігінің бір түрі дейді, яғни жан деген жеке зат жоқ, жан деген дененің бір бөлігі деген сөз. Бұл пікір материализм деп аталады. Үшінші пікір жан деген жан көріністерінің жиынтығы дейді, яғни жан деген ойлау, сезу және барлық басқа жан көріністерін жалпады дейді. Бұл пікір феноменализм немесе эмпиризм деп аталады. Қайткенмен де адамзат бұл күнге шейін жанның не зат екенін біле алған жоқ. Жанның не зат екеуі білінбеуінен жанның бар екеніне күмән қылуға болмайды. Жан бар. Барлығы сол, оның істері, көріністері бар. Ақша қарда жосылып жатқан айқын ізге түссен, алдымызда анның барлығына күмән қыламыз ба? Бұл да сол сықылды, жалғыз-ақ айырма мынау. Ізге түсіп зерттеп отырып, адамзат анда баяғыдан бері соғып келсе де, жанға жете алған жоқ. Яғни істері, көріністері бойынша жанның не зат екенін қанша білгіш болса да, әлі күнге біле алған жоқ. Бірақ бұдан бала тәрбиесі ақсамайды. Баланың жанын жақсы тәрбие қылу үшін жанды көзбен көріп, қолмен ұстамай-ақ оның істерін, көріністерін жақсы тексеру жетеді. Жан көріністерінің дене көріністерінен айырмасы. Жан көріністері мен дене көріністерінің арасында көп айырма бар. Бірінші, сыртқы дүние заттарының бәрі, мысалы қазан, дөңбек, құдық, белгілі бір орын алып тұрады. Қандай зат болса да орын алатын бізге белгілі. Егерде бір заттың алып тұрған орнын өлшеген болсақ, пәлен де орын алып тұр дейміз. Өлшемеген болсақ, пәлен зат зор, не болмаса кіші, немесе пәлен заттың не оң жағында, не сол жағында тұр дейміз. Сыртқы дүниедегі заттың өзі түгіл ол заттың да ісі де белгілі бір орын алады, яғни белгілі бір орында болады. Мысалы жүру адамның ісі, осы іс белгілі бір орында болмай ма? Әрине. Ал енді жан көріністері белгі орын тілемейді. Мысалы біз бір ойымызды пәлен де орын тілеп тұр, немесе пәлен ойдың оң жағы, немесе сол жағында тұр деп айта алмаймыз. Жан көріністері жалғыз уақытпен ғана өлшенеді. Біз жан көріністері туралы, мысалы ой туралы пәлен уақытта болды, немесе қазір ғана болып тұр дей ғана аламыз. Бұл бір айырма. Екінші, сыртқы дүние заттары және көріністері сезім мүшелері арқылы білінеді. Мысалы, бір малды көріп, бір иісті иіскеп, жылылықты сезіп білеміз. Ал енді жан көріністерін сыртқы сезімдермен білуге болмайды. Мысалы, ұялу деп аталатын жан көрінісін не көріп, не татып, қысқасы сезім мүшелерін біреумен біліп бола ма? Әрине, жоқ. Біз екінші адамда болып тұрған жан көрінісін өзіміз сынаумен ғана білеміз. Мысал үшін ұялу деген жан сезімін алайық. Қарсымызда отырған бір кісі орасан істі істеді де қызарып кетті. Біз осы кісіде ұялу жан көрінісінің болғанын біле қоямыз. Оны қалай білдік? Ұят деген бір зат болып көзімізге көрінді ме? Немесе иіс болып орнымызға келді ме? Жоқ, бірі де болған жоқ. Біз жалғыз-ақ қарсыда отырған кісінің бетінде кенет қызылдық көрдік. Басқа ештеңе сезгенім жоқ. Олай болса, жаңа қарсыдағы адамда ұялу жан көрінісі болды деген білім бізге қайдан келді? Мұның мәнісі мынау. Күндерде бір күн бізде орасан бір істеп, жанымыз қысылып қалған, яғни ұялған. Жанымызда осы ұялу көрінісі болған уақытта біз бетіміз дуылдап, қып-қызыл болып кеткен. Сонда біз білгенбіз ұялған не екен. Жанда ұялу көрінісі болғанда бет қызарып кетеді деп, жаңа қарсымыздағы адам қызарғанда біздің оны ұялды дегеніміз осы. Яғни ана адамның бетінде қызылдықты көргенде біздің өз басымыздан кешкен іс есімізге түсе қалды.
Яғни біз өзімізді өзіміз сынай қойдық. Қысқасы, жан көріністерін адам сыртқы сезімдермен біле алмайды, өзін сынап қана біледі. Үшінші, сыртқы денеде бірнеше заттар немесе көріністер бір уақытта бола береді. Мысалы, денеде қан жүру, дем алу сияқты дене көріністері бір уақытта болып жатады. Бірі-бірінің бөгеті жоқ. Мысалы, біз бір уақытта екі ой ойлай аламыз ба? Жоқ. Кей уақытта олар бір-бірінің артынан бірі найзағайдың жарқылдағанындай тез-тез келгенде, бізге осы ойлар бір мезетте болғаны сияқты көрінеді. Бірақ бұл көріну ғана, шынында әрқайсысы әр уақытта бірінің артынан бірі келіп жатыр. Жан көріністері мен дене көріністері арасындағы байлам. Жан көріністері мен дене көріністері арасында қанша айырма болғанымен араларында тіпті жақындық жоқ. Қайта берік байлам бар. Дене жанға, жан денеге байлаулы. Біреуінің біреуінсіз күні қаран. Өзімізге мәлім, денеміз сау болса, жанымыздың ісі де сау, жақсы болады. Яғни ақылымыз түзу, мінезіміз дұрыс, қайратымыз берік болады. Егер де денеміз ауру болса, немесе жұмыс қылып шаршаса, жанымыз да ауру, жанымыз да шаршамайды. Басқа ауру, мидың ауруы жан ісіне жаман әсер қылады. Нашар ауа басты айналдырып, қанды дұрыс жүргізбей, денеге әсер қылады, жанға барып қол салады. Яғни жанның ісі шабандайды, бұзылады. Ой күңгірт тартады, сезім топастанады, қайрат жасайды. Денен салбырап ауырған кезде ыстық қою шайды ішіп жіберсең, денен жадырап кетеді. Дене жадырап кеткен соң жаның жадырап кетеді. Бұл мысалдармен біз жанның денеге байлаулы екенін көрсеттік. Ал енді дене де жанға байлаулы. Жан көріністері денеге қатты әсер береді. Адамның көзқарасы, дауысы, аяқ басуынан жанның қандай күйден екені көрініп-ақ тұрады. Қайғы және ойлау денені жабықтырады, қуаныш адамды күлдіреді, бетке қан жүгіртеді. Ақынның бетке шықпай қалама, жүрек ізі деген жанның жайын білетіндігі ғой. Қорыққанда дене дірілдеп, қан қашып кетеді. Аса қатты қорыққаннан, немесе аса күшті қайғыдан бірнеше сағатта шаштары аппақ болып қалғандар да болған. Міне, жан көрінісінің денеге әсер беруі қандай дәрежеге жетеді. Жан көріністерінің үйрену жолдары. Әрбір нәрсені үйренудің белгілі бір түзу жолдары бар. Жан көріністерін үйренудің де жеке жолдары бар. Өзін бақылау жолы. Жан көріністерін үйрену жолы біздше өзін бақылауда. Адам өз жанының көріністерін өзі бақыламаса, жан көріністерімен таныс болмайды. Мысалы, ашу, қуаныш, сықылды жанымыздың көріністерін бақыласақ қана біз олардың қандай мінезде екенін және араларында қандай айырма бар екенін біле аламыз. Бірақ бір жан көрінісі сол жан көрінісі болып тұрғандай бақылау оңай емес. Себебі өзін бақылау деген сөз адамның, яғни жанның бір уақытта екі іс істеуі, әрі бақыланатын зат болу деген болып шығады. Бұл істе де мүмкіндігі аз. Бұған мысал алайық. Менде ашу кірген жан көрінісі болып тұр. Яғни мен ашуланып тұрмын. Егер де мен осы ашуланып тұрғанымда осы ашу көрінісін бақылай бастасам, яғни ашудың туына не себеп болғанын қарастырсам, ашу деген қандай нәрсе екендігін ойлай бастасам, сол ашу бұрынғы күйінде тұра ма? Әрине тұрмайды. Мұндай ойға кірумен ашудың күші кеми бастайды. Осы мен неге ашуланам деп ойлай бастасаң, ашуым бітіп те қалады. Міне, өзін бақылаудың оңай емес екендігі осыдан көрінеді. Әйткенмен де жан көрінісі артық күшті болмаса, өзін бақылауға болады. Мысалы, жеңіл-желпі ашуланып отырған адам сол ашуының себебін тексеріп отыруға мүмкін. Бірақ өзін бақылау деген сөздің шын мағынасы өткенде еске түсіру деген сөз. Мысалы, ашу кірген жан көрінісін бағалау үшін біз бұрын өткен бір ашуымызды, яғни бұрынғы бір ашуымызды не себептен туғанын, қалай күшейгенін, қандай мінезді болған және қалай басылғанын еске түсірсек, сол уақытта біз ашу кірген жан көрінісін өзін бақылаған жолмен бақылаған боламыз. Өзін бақылау деген сөз бұл мағынада бұрын болып озған жан көріністерін еске түсіріп тексеру деген сөз болып шығады. Адамға өзін өзі тексеру, өзіне өзі себеп беру деген оңай нәрселер емес. Өзін өзі тексеріп, қателерін көруге адамның менмендігі бөгет болады. Әйткенмен де адамның өзі тексеруі оның жан тұрмысының өркендеуіне, түзу жолға түсуіне бірінші шарт. Өз қатесін көре білген адам келешекте сол қатені істемеске ұмтылады. Адамның өзін өзі, яғни өз қатесін өзі көре білуі, оны жанының енді алға, қасиетті қияға ұмтылатын мінезі барлығын көрсетеді. Міне осы себептен зор жазушылардың өздері жазған әсерлеріне көңіл толмайды. Қайта-қайта түзетеді, жазаласа өртеп те жыртып та жібереді. Жалба-жұлба киім алып ашылан жүретін мұзақ қылы күнә деген нәрсені білмейтін дуаналардың өз кеуделерін өзі жұдырықтап, кешіре гөр Құдайым, көп қой менің күнәйым деп зарланулары өздері тым тексеріп, кішкене қателерін тым зор көріп жіберулерінен
жандарға ұмтылатын қиянның тым биік болуынан ғой. Дұрыс, адамның бәрі дуана болмағанмен өзін тексермесе, адам ілгері баса алмайды. Өзінде ешбір кемшілік көрмей, қате таппай, өзіне өзі риза болып, мәз болып жүретін адам зор адам емес, шөбір адам болады. Жаны жабайы, ауданы тар болады. Бақылау. Жан көріністерін үйренудің екінші жолы бақылау, яғни бір адамның өзінен басқа адамдардың жан көріністерін бақылауы. Бірақ біз жоғарыда айтып өткеніміз, жан көріністерін сыртқы сезімдермен бақылауға болмайды деп. Сондықтан басқа адамның жан көріністерін бақылау дегенде, оның жан көріністерін сыртқы белгілерін бақылау, тексеру керек деп ұғу керек. Мысалы, біреудің пішініне, қозғалуына, сөзіне, жүріс-тұрысына қарап бақылап, солар бойынша жан көріністерін тексереміз. Біз егер өзін бақылау жолымен өзіміздің жан көріністерімізді ғана бақылап, мына бақылау жолымен басқа адамдардың жан көріністерін бақыламасақ, біздің жан көріністері туралы біліміміз толық болмас еді. Сондықтан бұл бақылау әбден керек нәрсе. Бақылауы, байқауы көп адам бір адамның пішінінен, жүріс-тұрысынан, бір-екі ісінен, біраз сөзінен ол адамның қандай мінезді екенін біліп ала қояды. Мүмкін болғанша тәрбиешінің пішіншіл физиономист болу керек.